Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге тұздың емдік қасиеті туралы айтатын боламын. Ол үшін каналға жазылып, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Күнделікті тұрмыста қолданылатын тұздың денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Тұздың емдік қасиеттерін адамдар ертеден-ақ білген. Тұздың адам денсаулығына тигізер пайдасы орасан зор. Тамақтың дәмін кіргізетін кәдімгі ас тұзы ауыз қуысы мен тұмауды емдеуде жақсы көмектеседі. Тіпті тұзды пайдаланып буын мен тамыр ауруларынан бастап артық салмақтан арылуға дейін болады. Түрлі ауруларды тұзбен емдеудің жолдары. Буындарды тұз таңу арқылы емдеу. Буын қабынулары мазаласа, артрит, ревматизм, бурсит 10% тұз ерітіндісін дайындап, оған бинтті батырып, аяққа бірнеше рет қайтара байлаңыз. Таңылған күйінде 10 сағат тұруы қажет. Процедураны 2 апта жасау керек. Сонда нәтижесін көретін боласыз. Екінші, артық салмақ. 2 килограмм қайнатылған немесе теңіз тұзын жылы су толтырылған ваннаға салыңыз. Сосын сол суға 15 минут шомылыңыз. Мұндай ванна сізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бас ауырған кезде тұзды суға бинтті малып, таңып тастаса науқастың жағдайы жақсарады және жағымсыз әсерлерді жоюға көмектеседі. Сүйек пен тамырдағы аурулар. 1 стакан бал және 1 стакан тұз және жарты стакан шомыр шырына. Барлығын жақсылап араластырып, ауыратын жеріңізді сүртіңіз. Сонда сіз нәтижесін көретін боласыз. 5. Күйікті емдеу. Тұзды таңу арқылы терінің шағын аудандарында орналасқан күйіп қалған жерлерді емдеуге болады. Тұздың әлсіз ерітіндісі зақымдалған ұлпалардың тезірек қалпына келуіне ықпал етеді. Ісіну мен ауырсынуды жояды. Тісті емдеу. Тісіңізді аман сақтағыңыз келсе, әр таң сайын 2-3 кесек теңіз тұзын соруыңыз керек. Ол тек тісіңізге емес, қызыл иігіңізге де пайдалы.